Сәлеметсіздер ме? Бірінші сұрақ: оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі. Жауабы: оқу нәтижелігін бағалау мүмкіндігін білу. Екінші сұрақ: оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын басқаға бағыттау сұрақ қою, мысалы. Көмектесе алатындар бар ма? Үшінші сұрақ: бәсекелестікке құрылғандықтан топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі. Жауабы: әңгіме, дебат. Төртінші сұрақ: оқушылардың алғашқы жауабын алу үшін және олардың жауабын түзетуге арналған сұрақ түрі. Жауабы: түрткіс болу. Кіші жастағы балалар дәл өзін қоршаған ортамен және адамдармен әрекеттесу кезінде оқу және даму жүзеге асады деп қарастырған оқу тәсілі. Жауабы: танымдық. Алтыншы: жинақтау, бағалау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ түрі. Жауабы: жоғары дәрежелі. Жетінші: жалпы оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын түрткі болу сұрақ қою, мысалы қандай? Жауабы: оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады? Сегізінші: сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге итермелейтін сұрақ түрі. Жауабы: түрткі болу. Тоғызыншы сұрақ: сапалы оқыту жайлы қорытынды қарастыруда екі тәсіл қолданылады. Оқыту сапасын анықтау тәсілі. Жауабы: мұғалім іс-әрекетінің тәжірибе талаптарына сәйкестігін анықтау. Оныншы сұрақ: оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан өткізуге қойылатын сұрақ түрі. Жауабы: айтқаныңызға дәлел келтіре аласыз ба? 11-ші сұрақ: адамгершілік, ақыл, ой, дене тәрбиесі және еңбекке баулу. Жауабы: тәрбие бағыттары. 12-ші сұрақ: педагогиканы оқыту үдерісінің мәні. Жауабы: мұғалім мен оқушылардың өзара байланысты іс-әрекет үдерісі. 13-ші сұрақ: Блум таксономиясы бойынша оқушыны сыни ойлауға жетелейтін сұрақ түрі. Жауабы: алдау. 14-ші сұрақ: педагогикалық процесті басқаруда мұғалім үстемдік ететін қарым-қатынас стилі қандай? Жауабы: авторитарлы. 15-ші сұрақ: ғылыми танымдық іс-әрекет амалдары, формалары, тәсілдері. Жауабы: әдіснама. Мұғалімнің кәсіби педагогикалық мәдениеті. Жауабы: материалдық құндылықтарға қарағанда рухани құндылықты бағалай білу. 18-ші сұрақ: қоршаған ортаны сақтауға тәрбиелеу. Жауабы: экологиялық тәрбие. 19-ші сұрақ: тақырыпты оқуға уақыттың жалпы мөлшерін көрсетумен білім, іскерлік дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат. Жауабы: оқу бағдарламасы. 20-ші сұрақ: оқытудың, білім берудің және дамудың өзара байланысы, заңдылық. Ал енді тыңдаушылар, осы екінші нұсқаны аяқтадық. Енді қалған шығатын боламыз. Қолдап, тіркеліп кетуді, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.